Мен мынандай магазинге келдім. Дүкен 111 дейді. Комиссионный магазин. Мына Асқарова 111 екен. Осы магазинге келдім. Міне сағат 10-нан 7-ге дейін істейді, без выходных дейді осылай табылады. Бұл комиссионный магазин. Заттарды әкеліп өткізуге де болады. Міне осы шынандай жарық. Мына шеттен басып жүрейік. Кілемдер, міне чеканкалар. Сразу бағаларын. Міне 1000 теңге. 1000 теңгеден екен міне. Чеканкалар. Кітаптар. Жіптер бар екен. 600 теңгеден дейді. Махровый, жылтырақ жіптер. Мындай. Бұл жерде тек қана көне заттар емес, жаңа заттар да бар. Мына 500 теңгеден мына жаңа заттар. Мына ескі фотоаппараттар 18 000 теңге, 25 000 теңге дейді. 2000 теңге дейді. Өте кішкентай. Мына видеода үлкен болып көрінеді, кішкентай екен. Мынаның бәрі жаңа заттар. Все по 500 деген, 500 теңгеден. Мынаның бәрі. Бұл да мына жақты көрсек 5000 теңгеден екен. 5000 теңгеден. Хрустальдар болып тұрған мыналар. Мыналардың бәрі современный ғой. Мыналар советский дейді. Мына 20 000 теңге екен. 15 000 хрустальдар. 6000 теңге. Мыналар енді точно советский бар. Ну это да, это советский. 3000 теңге дейді. 7000 теңге екен мынау. Мынау қанша? 3000 теңге дейді. 3000 теңге. Мыналар өте керемет. Кеңес өкіметіндегі. О, мынау 3000 теңге. Мынау ғой мен жаңа даже немді алып келгем. Мынау үлкені 4000 теңге екен, мынау кішкентай 3000 теңге екен. Мына советский. Астында клеймосы бар. Мен даже свою пиалку даже принесла. Точно такой же, да? Да, да. Ага. А это Копчегайский. Мынандай жылтырағы бар екен. А это Копчегайский.